Қазіргі уақытта өздеріңіз біліп естіп жатқан облыс тұрғындары аралығындағы интернет алаяқтық құрбаны болмау жайлы қысқаша лекция айта кететін боламын. Ең біріншіден облыс аумағында қазіргі таңда көп тараған түрлердің бірі қазір жалған инвестициялар ақша салу және құқық қорғау органдары немесе екінші деңгейдегі банк қауіпсіздік қызметкерлері қоңырау шалу. Вот как я говорил, фишинговым методом первый СМС-код, который вы сообщите, это и является фишинговым методом, который вас убеждает в том, что на ваше имя отправляют заявку. Они действительно отправляют заявку, который первый код, но который вы сообщаете второй код, это уже вы сами оформляете этот кредит, понимаете? Сіздермен тақырыпты қарайтын боламыз, ол радикалды діни ағымдардың қайдан шығуы. Ол жаңағы дін, жалпы радикализм қайдан шығады, дін мәселесі бойынша. Тек қана ислам емес, қандай да бір ағымдар болған болса, соның барлығына зерттеу жұмыстары жасалады. Кейде мысалға комментарий жазамыз, әлеуметтік желіде бір комментарий, сол комментарийға дауласып бірнеше адам жазып жатқан сияқты болады ғой. Бірақ оның бәрін бір-ақ адам жазып отыруы мүмкін. Бірнеше аккаунт ашып алып жазып отыратындар да болады.